Саламатсыздар ма балалар, ана тілінің 16-шы сабағына қош келдіңіздер. Бүгін ерекше жаңа тақырып жуан және жіңішке жұп дауыстылар. Міндетті түрде толық анық қарап алыңыздар және келесі сабақтарда осы бойынша өтетін боламыз. Оқулықпен жұмыс жасайық. Жуан және жіңішке жұп дауыстылар. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Отан. Отан сенің ата-анаң. Отан досың бауырың. Отан өлкең астанаң. Отан аудан ауылың. Отан тарих, отан тіл. Жасаған елің ер халқың. Отан өлең, отан жыр. Көтерген көкке ел даңқын. Бүркіт ысқақов. Өлке, аймақ, өңір дегенді білдіреді. Отан туралы білетініңді айт. Мысалы, балалар, біздің отанымыз Қазақстан. Қазақстан әлем бойынша, жер аумағы бойынша 9-шы орында алады. Біздің өзімізге тән тіліміз, дініміз, жеріміз және халқымыз бар. Біздің елімізде 130-тан астам ұлт өкілдері мекен етеді. Ендеше жаттығуға көшейік. Екінші жаттығу: мақалды көркем жаз. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Балалар, отан үшін отқа түсіп, біздің осы елімізді, жерімізді қорғаған ата-бабаларымыздың қасық қаны қалғанша күресіп алып берген тәуелсіз мемлекетінде өмір сүріп келе жатырмыз. Үшінші жаттығу: сөздерді салыстырып оқы, көшіріп жаз. Осында жуан және жіңішке жұп дауыстылар қарастырылған сөздер. Сөз мағынасын өзгертіп тұрған дыбыстарда да олардың дыбысталуына назар аудар дейді. Мысалы, ал, әл, сан, сән. Бұл жерде а, ә сөздері, балалар, байқасаңдар. Және екінші бағанда ыс, іс, тыс, тіс. Бұл жерде де ы, ә дыбыстарының ұқсастығын атап тұр. Және о, ү сөздері кездесетін, әріптері кездесетін сөздер: ұн, үн, тұз, түс. Осы сөздерді ажыратайық. Ал ыс деген сөз, бұл мысалы түтін болса, соның ысы деп жатамыз. Ал іс дегеніміз белгілі бір істі бастау. Егер де сендер сабақ оқуды бастасаңдар, бұл белгілі бір істің басталуы. Сендер сабақ оқып жатсыңдар. Не істеп жатсың деген сұраққа жауап: сабақ оқып жатырмын. Бұл іс кәдімгі. Ал тыс деген алшақ деген мағынаны білдіреді. Алыс тұр, тысы дейді. Сол маң дегенге келтіруге де болады көбінесе. Тіс деген ол біздің маржандай тістеріміз. ұн, үн. Ұн деп жүргеніміз кәдімгі өзіміздің жеп жүрген ас ауқатымыздан, ас атасы нан. Үн деп атқанымыз, біз сөйлейміз, сөйлеген кезде бізден үн шығады. Дыбыстық ырғақ үн деп аталады. Тұз, түс. Мен сендерге тағы да суретпен ажыратып көрсетейін. Мысал, сан, сән сөздерін көрсетейін. Жуан және жіңішке. А, ә сөздері. Бұл жерде бір сан. Мысал, сан кәдімгі жуан. Сан деп тұр айтылған кезде. Ал жіңішке сән. Мысалы, сән көрсету. Мысалы, мына суретте анасы мен қызының киіміне сән көрсетіп тұр. Осы секілді, балалар. Төртінші жаттығу: ұйқасын тап. Төрге оны төсеп, қабырғаға ілем. Оның аты, балалар, не? Кілем. Жарайсыңдар. Бұл кәдімгі қазақтың кілемінің суреті. Ал екіншіні жауабын: ағып жатыр бұлақ жағасында. Міндетті түрде өздеріңіз тауып комментарийге қалдырыңыздар.